Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сумен жабдықтау және су бұру саласына цифрлық технологияларды белсенді түрде ілгерілетуде. Бұл жұмыстың маңызды кезеңдерінің бірі қашықтан басқарылатын су есептегіштерін енгізу. Жақын арада Шымкентте сумен жабдықтау қызметін тұтынушылар үшін ақылды смарт есептегіштерді орнату жоспарлануда. 20 сәуірде су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Қытайдан келген соңғы буындағы су есептеу құралының жүргізушілермен және Билайн Қазақстан мобильді байланыс операторының өкілдерімен кәсіпорын басшылығының кездесуі өтті. Goldcard Smart Group компаниясының сату жөніндегі директоры Инзе ақылды қала тұжырымдамасына сай келетін есептеу құралдарын дайындайтын кәсіпорынның қызметі туралы айтып берді. Қазіргі уақытта бұл компания әлемнің 40 елінде, соның ішінде Қазақстанда да бар. Шымкентте Goldcard өндірісінің 75 мың газ есептегіш құралы орнатылған. Енді су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен NB-IoT байланыс технологиясы бойынша жұмыс істейтін ультрадыбыстық су есептегіш құралдарын енгізу туралы келіссөздер жүргізілуде. Қазақстанда сіздер NB-IoT байланысын клапанмен басқарылатын деректерді қашықтықтан берумен және басқа да пайдалы операциялармен пайдаланатын алғашқы су арнасысыздар. Осы интернет заттары арқылы сіздер өз тұтынушыларыңыз үшін қолайлы қосымша жағдайлар жасайсыздар. Ал бұл үлкен жетістік. Жаңа типтегі су есептегіш құралдарының берік жұмыс жасау үшін тұрақты сигнал қажет. Өйткені есептегіштер көбінесе жертөлелер мен құдықтарда орнатылады. Билайн Қазақстан өкілдерінің коммуналдық кәсіпорындармен жұмыс істеу тәжірибесі бар. Атап айтқанда, Шымкентте ол газ есептеуіш құралдарын сигнал беруді қамтамасыз еткен. Сондықтан олар көрсеткіштерді қашықтықтан ала алатын суды есепке алу құралдарының тұрақты жұмыс істеу үшін қажеттінің бәрін жасауға дайын. Басында Қазтрансгаздан сигналдың жоқтығы өтінімдер келіп түскен болатын. Бірақ жарты жыл ішінде біз проблемаларды шешіп, сигналды 97%-ке қамту көрсеткіштеріне қол жеткіздік. Яғни таралуы өте жоғары. Біз бір орында тұрмаймыз. Деректерді қашықтықтан алу смарт құрылғылардың арзандығы мен сапасы оларға керемет перспектива береді. Кәсіпорынның бас директоры Анарбек Орман болашақта олардың кең ауқымда, әсіресе жаңа көп қабатты үйлер салу кезінде қолданылуы керек екендігін айтты. Пилоттық жоба барысында қытайлық серіктестер сынақтар мен өлшеулер жүргізу үшін бірнеше жаңа су есептеуіш құралдарын ұсынды. Пайдалану кезінде ақылды құрылғылар өздерін жақсы көрсетті. Қазірде Goldcard Smart Group компаниясымен келіссөздер жалғасуда.